Алла қандай кейіпте көрінді деп едім. Абыз аталар бар ғой, сондай кейіпте тұр. Мұсылман адам Алланың сипаттарына сай сенеді. Бұл сипаттар екі бағытқа, затия және субутия сипаттар болып табылады. Алла бақо, мәңгі, және оның басы, аяғы болмайды. Бір уақытта басталып біз сияқты, бір уақытта аяқталып миссиясы бітетіні болмайды. Тіпті ұзағынан тұратын, мәңгі тұратын жәннет бар, мәңгі тұратын тозақ бар. Ол мәңгілік, Алланың мәңгілігінің қасында ол мәңгілікке саналмайды. Десе де, ардақты ағайындар, Аллах Тағала хайюл қайюм аятыл күрсіде айтылғандай, Алла мәңгі және ешкімнің көмегіне, еш нәрсеге мұқтаж емес. Сонымен бірге Мұхаммед пайғамбар, ең соңғы пайғамбар, ең соңғы елші, және одан кейін пайғамбар атын алып, елші атын алып, ескертуші атын алып, елдің ішіне атын шығарып жүрген адамдарды толыққанды адасқан деп айта аламыз.